Ренжімейсіздер. Интернетпен что-то связіміз онша болмай тұр. Так, Қытай не болды? Қытай пока виза шыққан жоқ, сондықтан Қытай пока отмена. Ақтау қашан болса, Ақтауға барып келдік. Өте керемет болды. Келесі жолы қашан болатынымызды сол жақтағы ұйымдастырушылар жақсы біледі, Жамал ханымдар. Жаңа курсқа байланысты онлайн, офлайн ба деп сұрап отыр ғой. Екеуі де болады. Алматы қаласында үшін офлайн, Алматыдан тыс адамдарға онлайн. Өйткені бұл жерде көбінесе үйде жасалатын жаттығулар, сондықтан қатты кедергі болмайды деп ойлаймын. Жалпы негізі мынандай ғой әңгіме. Бұл әңгіме өте ұзақ, бір тікелей эфирдің аясында шешілетін әңгіме емес. Сондықтан біздің жігіттердің басын қосып, неге жігіттер, өйткені кейбір әңгімелер болады, тек қана жігіттердің арасында айтылатын әңгімелер. Сол үшін 12 мамырда керемет бір тренинг жасағымыз келіп отыр. Біріншіден бағасы да арзан, қолжетімді, 5000 теңге. Екіншіден осы тренинг барысында көп мағлұматты береміз. Ол 5000 теңгелік емес, бір 70 теңгелік мағлұматтарды алып кетеді. Бірақ адамдар сол кезде көп түсінеді, не туралы әңгіме болып жатқанын. Өйткені армандарды қол жеткізу деп айтады да, бірақ түсінбейді, ол қалай екен, не екен. Бұл осы бір тікелей эфирдің аясында өкінішке орай сыймайды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, әңгіме өте жоғары, өте үлкен, өте көп, өте ауқымды тақырыптар, өте үлкен теория бар, өте үлкен физиологиялық құбылыстар бар. Сондықтан көп жерде 12 мамырда болатын тренингке жазылсаңыздар, егер сол кезде көп әңгіме айтылады. Бізден тегін де істейтін едік, бірақ тегін істегіміз келмейді. Өйткені өмірін өзгерткісі келетін адам сәл болса да басын қатыру керек деп ойлаймын. Басын қатырған кезде ғана бір нәтиже алады. Әйтпесе әрқайсысын шақырып сен де кел деген енді көп нәтиже беріп жатқан жоқ. Өйткені өмірді өзгерту үшін, мен енді өмірді өзгерту бойынша үлкен маман емеспін, бірақ өмірді өзгерту үшін анау кімнің Шимаков деген үлкен бір профессор досым бар, врач айтады да, қуаныш дейді, трансплантациямен айналысады, анау органдарды ауыстырады да. Бізде білесің бе, үлкен шарт бар дейді. Осы органдарды ауыстыру бойынша операция істегенде. Қандай деп сұрасам, адам, пациент, ол трансплантация жасағаннан кейін өмір сүремін деген идеясы болу керек дейді. Егер өмір сүремін деген идеясы болмаса, қанша жерден операция успешный болса да дейді, ол трансплантация жақсы болмайды. Сондықтан өте маңызды нәрсе, адам өмірін жақсартқысы келу керек. Хотя бы осы нәрсе жасау керек. Жақсартқысы келмесе, қанша жерден соған теория айт, физиологиялық мәселелерді айт, тегін инструментарий бер, істемейді. Өйткені адамның өзінің таңдауы сондай. Шыны керек, болашақтағы бүгінгі айттық қой, бүгін кешенің баласы, ертең бүгіннің немересі де башқын кезде. Ол да баласы болса, кешеген немересі ғой енді. Адамда өз желание болу керек. Ол желаниені жоқ болса енді, жаңағы бір кісі айтып жатыр ғой, мен күйеуім армандан ұнатпайды деп. Керемет, проблема жоқ. Сонымен өмір сүреді, өмірінің сапасы соған сәйкес болады. Бұл жаман жақсы деген мағына емес, просто бұл таңдауға байланысты. Кім қалай таңдайды, ол солай. Таңдау адамның өзінің қолында ғой. Қаласа істейді, қаламаса істемейді. Қаласа, өткенде бір кісіге бір жігіт келіпті, жаңағы 3 ай бойы басын қатырып жүрген бір сұрағына бизнесіне байланысты жауап тауып отырмын дейді. Мен қуанамын. Өйткені адам таңдауы болды, келді, сөйлесті, ақылдасты. Кейбір адамдар болады, өзінің жаңағы айттық қой, нәпсісімен таяқ жеп, өзім білем, қоя берші, сол не білет дейсің деген әңгімемен. Ойласаң, проблема жоқ, сенің таңдауың. Мәселе, сен таңдауыңды қалай жасайсың? Өзгеріске байланысты жасайсың ба? Жоқ, әлде қазіргі өмірінің қалып өріне жасайсың ба? Талай осы қасымызда жүрген, осы курста жүрген жігіттер ескі машиналарын ауыстырып, жаңа машина алды, табыстар 200 болып жүргенде 400 мың теңгеге шықты. Вообще, ақша таппай жүрген адамдар үй салып алды. Бұл әшейін ақшаға байланысты, бірақ барлық нәрсе ақша емес те. Өйткені ақша бұл тек қана біздің жасаған еңбегіміздің, жұмсаған күшіміздің, энергиямыздың, жұмысқа деген махаббатымыздың, бір настройдың нәтижесі ғана. Одан бөлек те көптеген нәрселер бар, ішкі баланста, өміріңнің бір жайнауы, бір күлуің. Сондықтан бұл нәрсеге үлкен нәрсе, үлкен шарт. Шынымен өзгергім келе ма? Шынымен өмірін жақсартқым келе ма? Желание бар ма? Кеттік. Көмектесеміз, пожалуйста. Технология бар, методология бар, бүкіл инструментарий бар. Желание жоқ па, онда ренжіме. Енді әр адамның өз таңдауы сондай да. Сондықтан бір шарт адамның өзгеруге желаниесі болу керек. Бір сұрақтарыңызды оқып шығайын, не деп жатсыздар? Байқамай қалыппыз. Так, бизнес бастауға қорқыныштарды қалай жеңуге болады? Оны алдында айтып кеттік. Қорқыныш деген физиологиялық жаттығулар арқылы жеңуге болады. Өте оңай нәрсе.
Тренинг 10 мамыр күні сағат Ардақ ханым айтып жатыр. Есть ли люди, достигшие цели, изменившие себе? Конечно, есть. Их очень много вокруг меня, по крайней мере. И поэтому зачем брать чужие опыты? Я вот по себе знаю. Я хотел быть преподавателем, мне говорили, что твой диплом не подходит, ты не можешь быть преподавателем. А я хотел, я даже где-то мечтал об этом. Ну, еще я 3 года преподавал маркетинг, тем более на английском языке, в том месте, где я хотел. Хотел бизнес построить. Ну, тоже был вопрос, там много сомнений было. Ну, как вы видите, у нас что-то получается. Хотел телевидение, говорили, вот ты очень быстро говоришь, у тебя дикция неправильная, не получится. Ну, вот в прошлом году мы реалити-шоу даже строили, это считается один из сложных проектов. Хотел книгу написать, тоже высмеивали, тоже люди не верили. Ну, что получилось, люди читают с удовольствием, пишут приятные отзывы, я тоже только радуюсь. Поэтому есть некий алгоритм, по которому можно двигаться, и этот алгоритм звучит так. Если ты хочешь чего-то достичь, ты должен четко понимать, что ты хочешь. Это, с одной стороны, очень легко звучит, но с другой стороны, надо поработать над тем, чего ты хочешь добиться. Второй инструмент, зачем тебе это нужно? Вот говоришь же, на то, как мы работаем, очень сильно влияет ответ на то, зачем мы работаем. Вот второй алгоритм. Третий алгоритм, чтобы наши знания, наши инструментарии работали, давали пользу нашей жизни, мы должны быть вне состояния стресса. Как это достичь, это уже тоже алгоритм есть. Поэтому вот формула, хотите, берите. Но у нас есть определенный курс, который мы сделали, и в этом курсе мы будем четко, подробно объяснять, давать инструментарий и наблюдать, где-то контролировать человека, чтобы он прошел всю эту дорогу, в итоге он достигнет того, чего он хочет на самом деле. Так, как поменять мышление? Как поменять мышление, это очень легко. На самом деле, просто, смотрите, мышление это обработка тех данных, которые у вас есть в входе. И на выходе вы выдаете мысли. Это вот то, что вы говорите, это продукт мышления. Если вы поменяете на входе те вещи, которые там до этого не было, да, например, это называется те стереотипы, которые у вас были. Соответственно, у вас на выходе тоже будут другие идеи. И еще поработать здесь, в механике обработки данных, да, принятия решений. Я думаю, у вас очень легко поменяется мышление и, соответственно, ваша жизнь. Как-то так, да, очень легко, на самом деле, не так сложно. Так. Неге тек ерлерге арналған, неге қыздарға ше дейді. Қыздармен мен түсінгенім бойынша бізде өкінішке орай, қуанышымызға орай, факт сондай, что кейбір жігіттер мен қыздар екеуі бір жерде болған кезде жақсы ашыла алмайды. Ал біздің курс барысында адам өзінің ашылуы және өзінің толыққанды сыртқы өмір мен ішкі өмірді байланыстыру үшін өте үлкен еңбек керек, адам айту керек, кейбір қорқыныштарын айта алу керек. Сондықтан біз жігіттерді бөлек, қыздарды бөлек жасағымыз келіп отыр. Өйткені көбісі қысылады, көбісі ұялады. Бұл нормально, енді біздің қазір қоғамдағы таптаурындар, қоғамдағы стереотиптер сондай. Сондықтан біз жағдайды жеңілдету үшін қыздар мен жігіттерді бөлгіміз келді. Тек қана кейбір жаттығулар жасаған кезде ыңғайлылық тудыру үшін. Тек қана сондай, ешқандай ондай бір сексистік шовинизм жоқ. Жай прагматикалық тұрдан қайсысы ыңғайлы болса, соны жасап жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан қыздарға да жігітке де проблема жоқ. Бәрімен жұмыс жасаймыз, тек бөлек-бөлек ыңғайлы болу үшін. Бизнеске қызығатын бала маркетингке барған дұрыс па? Саудаға барсын, сауда да жақсы нәрсе. Бизнес деген тек қана маркетинг емес қой. Продукт керек. Бай болудың құпиясын айтыңызшы. Бай болудың құпиясы өзінің сүйіктісімен айналысу деп ойлаймын. Сіздің екінші болма кітабыңызды оқыдым, өте керемет, өмірге, бизнеске көзқарасын өзгерді, шабыттанып қалдым. Красавчик, Бекарыспей. Алла тағала риза болсын бәрімізден. Физиологиялық жаттығулар деген қандай? Мысалы курс айтамыз. Рамазанға байланысты ауызашарды муфтияттан зекет қорымен бірігіп руми мәдени далада ұйымдастыруға қалай қарайсыз, қалай кездесіп сөйлесек болады? Жазыңыз, көрейік, қалай болса, егер ыңғайлы болса жасап көруге болады. Ассаламу алейкум, кітабыңыз жайында қасқада айтсаңыз қайда алуға болады? Екінші болма деген сайт бар, 2 болма .kz қазір Ардақ ханым ошыға жазады. Хабарлассаңыздар болады, немесе руми мәдени дала ресторандарында, кассаларында сатылады.
қай күн өз салаң бойынша қалай тренинг жүргізіп үйренуге болады. Ол үшін бізде мастер кәсіпкер болма мастер бол деген үлкен алып тренинг болған. Сол тренинг барысында оны бәрін айтып түсіндірдік. Қатысқан адамдардың ойлары бар. Менің профайлыма кірсеңіз, мен әкімшілік еткен жерлерде оқысаңыз болады. Қалай не жасағанына байланысты. Келесі курсына үйінде болады. Үйінде жазылып қатыссаңыз болады. Так, бай болудың құпиясын әбден елдер. Так, алдым ақша болмаса бизнес бастауға бола ма? Мынаны біліңізші, сұрақ мынау. Сізге бизнес бастау қажет па, және не үшін керек? Көбінесе осы ақша үшін дейді. Ақшаны может бизнес бастамай табуға болған. Например, жақсы маман болсаңыз, жақсы кісілермен бірге доляда болсаңыз, вроде бы бизнесмен емессіз, бірақ табысыңыз үлкен болады. Өткенде мен бір жігітті көрдім, анда сөйлесіп отырмыз да, осылай деп. Айлыққа сөйлесіңіз айтады. Да, мен айтып беріп отыр. Айтқан ғой, маған миллион теңгеден төмен берсең керек жоқ депті да. Маған төлемей қой, лучше бесплатно істейін деп. Неге? Өйткені адамның масштабы сондай, миллионнан төмен жұмыс істемейді екен. Басқа жерде жұмыс істейді, 3-4 миллион ақша табады. Әшейін бір маман да. Сондықтан егер сіз бай болуыңыз, жаңағы бизнес жасауда ойыңыз ақша табу керек болса, қанша ақша тапқыңыз келеді, соны ойлаңыз. Ол ақшаңыз жоқ болса, біреумен бірге жұмыс істесеңіз де болады. Ешқандай проблема жоқ. Бизнесте екі нәрсе ғой, ақша мен орындау. Может, ақша болмаса сізде орындау бар шығар. Сондықтан өте үлкен нюанстар бар. Бизнесте ақшаға қатты тіреп қою маңызды, қатты бір дұрыс емес деп ойлаймын. Оның үстіне дамудың өзі 20 миллион теңге кредит беріп отыр. Алатын болса, соны алып істесеңіздер болады. Ешқандай проблема жоқ. Ол ақша екінші әңгіме. Бірінші өзіңмен заниматься етіп, өзің шынымен соны қалайсың, қаламайсың, сол сұраққа жауап беру керек. Егер сол сұраққа жауап берсең, ары қарай уже на дело техники. Ақша болмаса бизнес болмай ма, бастамасына айтып қойдым ол туралы. Так, жалпы құрметті оқырмандарым, мынау жалпы енді біз отырып көсіліп бақылайтын адам емеспіз, соны білесіздер, ондайға жоқпын. Тек бар білген нәрсемізді бөлісеміз, пайдалы болса айтып қуанамыз. Жаңа характер өзгертуге бола ма деп жатыр ғой, әрине өзгертуге болады. Енді ол кәдімгі жұмыста, ол жерде қазір екі ауыз айтылмайды. Просто жазыңыз ютубқа, шығады да, ол жердегі көп механикалар. Мәселе оны істейсіз бе, істемейсіз бе? Мәселе сізге керек па, керек емес пе? Вот сол мәселе. Әйтпесе қазір білімнен проблема жоқ. Мен отырып қазір көрсететін нәрсем сізге ұнамауы мүмкін да. Гуглға жазыңыз, как поменять свой характер, свое бытие, поменять мышление. Оған байланысты мынадан кітап бар. Біздің екінші жома кітабында да көп айтылған оған байланысты. Мәселе ол қалай емес та, мәселе керек па саған? Не үшін керек? Не үшін істейсің? Айттым ғой, сен қалай бір нәрсені қалай істеуіңе, не үшін істедің деген сұраққа жауап беру әсер етеді да. Сондықтан любой нәрсе өзгереді өмірде. Характер де өзгереді, жағдай да өзгереді, қарыздан да құтылуға болады, бауыртадан да шығуға болады. Елде наркоман болып, наркомандан да құтылып жатыр ғой. Бірақ керек па саған, керек емес па? Шынымен керек болса, онда дальше делай техники. Ал керек емес болса, онда мен кешіріңіздер, сіздерді көндіре алмаймын. Өмірлеріңіз ұнап жатса, демек керек емес болса, демек өміріңіз ұнап жатыр. Ұнап жатса, онда не қыласы өзгертіп аламын. Ұнамаса, онда сөйлесуге болады әрине. Оған байланысты 12 мамырда болатын тренинг келсеңіздер, ол жерде көп нәрсе айтылады. Мен де арнайы бағасын айтқандай өте арзан қылып қойдым. Себебі көп адамның қалтасына қатты ұрмас үшін 5 теңге былайша айтқан кезде бір KFC-дегі тамақ қой енді. Енді бір өзіңізді өміріңізге өзгертуге байланысты бір мағлұматтар үшін ойлаймын табуға тұрарлық бір нәрсе. Сондықтан сол тренингті ашып айтылады. 2-3 сағаттың әңгімесін қазір жарты сағатта айтып қиын, бірақ негізі тезистерді беріп жатырмын. Так, неге Руми Мәдине бұрынғыдай реклама істемей қойдыңыз дейді. Неге істемей жатырмыз? Істеп жатырмыз. Қолымыздан келгенше әрдайым істейміз. Бірақ Құдайға шүкір, саудалар жақсы. Қазір көп қажеттілік етіп жатқан жоқ. Біріншіден, екіншіден қазір Мәдине, жаңадан Мәдине ашылады. Бұл Мәдине ашылғаннан Құдайға шүкір дүркіретеміз етеміз. Сондықтан шыдаңыздар, әлі көптеген жоспарлар, жобалар алда. Ресей мемлекеті мен Қазақстан айырмашылығы қандай білмеймін. Өзімізді қалай өзгерте аламыз 180 градусқа. 12 мамырда тренингке келіңіз, түсінесіз қалай өзгертуге болатынын. Ақшам болмаса, сенімен ешкім сөйлеспейді ғой, барат шындығы дейді. Енді жарайды, сіздің шындығыңыз ғой. Енді шындығыңыз болса, онда ақша табыңыз. Неге дерге ақша? Проблема қандай? Сіз айттым ғой, жаңа бір жақсы қарындасым сұрады ғой, ойды қалай өзгертемін деген. Ой деген сөз
кіретін нәрсе, басқа кіреді бір идеялар, стереотиптер, сосын мида ойланады, одан кейін бір сөз шығады, мысль. Например, сіз айтып отырсыз, ақша болмаса менімен ешкім сөйлеспейді. Бұл сіздің осы уақытқа дейін көрген нәрселеріңіздің қорытындысы. Ал егер сізге басыңызға кіретін нәрсені өзгертсеңіз, например, бұл мысал болса да, ақшасыз жасап жатқан адамдар көрсе, онда солай ойламайсыз. Бұл бір екі сізге елдерге ақшасыз сізді сыйлауды дәріптеген оңай ма, әлде ақша таба салған оңай ма? Мысалы қанша ақша? Сондықтан ойлаймын, ақша керек болса ақша табыңыз, проблема жоқ, ақша деген қатты қиын нәрсе емес па. Мен ойлаймын, Қазақстанда миллион теңгеге дейін айына табу ешқандай қиындық тудырмайды, тек қана желание болу керек болды, мен ойлаймын. Қарағанымыз. Туған туысқандарым көмектескім келеді, қала армандарымды орындаймын. Тренингке келіңіз, айтып беремін бәрін. Или болмаса екінші өмірден кітапта көп айтылған, бұған байланысты бір қарап көріңіз, көз жүгіртіп. Болмаса посттарымда да көп айтамын, тегін вариант сол жерде қарап көріңіздер. Жалпы интервьюлар бар, оны да қарап көріңіздер. Енді сұрақ шынайы болса, жауапты табуға мынадан нелер бар, инструменттер бар. 53 күнге тренинг 5 мың теңге емес, 5 мың теңге тек қана ол 12 мамырда болатын тренинг. 53 күндік ол курс, ол бөлек ақшасы, оның сол тренингте айтылатын болады, егер керек деп тұрсаңыздар. Так, Қуаныш аға, сіз айтасыз, өз сүйген жұмысымен істе, жоқ нәрсені шығарғанша бар нәрсені шыңда деп. Мен өзім спортты қатты жақсы көремін. Керемет, жақсы көріңіз, әдемі. Хороший продукт, реклама не требует. Ну, на самом деле, вот я тоже так думал. Ну, Apple хороший продукт, да? Я думаю, что один из крутых продуктов. Но он как он рекламу делает. Mercedes тоже хороший продукт, он тоже как он рекламу делает. Amazon тоже крутой продукт. Вот в Америку поедете, вот там везде реклама Amazon. Даже Facebook делает свою рекламу. Поэтому, мне кажется, это стереотип, который нас вбили нам в голову. Я тоже так думал, пока я не понял, что это все херня какая-то. Вот в Америке побудьте, посмотрите, что хороший продукт и хороший маркетинг вот, из Икеи. Тренинг тек ер азаматтарға, тек қана ер азаматтарды жинап жатырмыз, бірақ қарындастарымызды да көрсек болады, бірақ көп ыңғайсыз жағдайлар туғандықтан біз ер мен азаматтарды бөліп жасап жатқан себебіміз сол, бағана айттым ғой. Бірақ сондықтан әйел кісілер де хабарласыңыздар, ол кісілер бөлек жинап, бөлек сөйлесетін боламыз. Немесе сіз хабарласа беріңіздер, дальше көреміз, потому что қазір біз ер кісілерді, ер кісілерді өзім түсінемін. Олар айтатын кейбір әңгімелер бар, әйел адамдардың қасында айту қиын, сондықтан біз бөліп жасатқан себебіміз сондай. Сәлеметсіз баға дейді, мейрамымызбен қолға алған істеріңіз. Рахмет. Так, ақш пен Американың разницасын мен білмеймін, мен білмейтін нәрсені білмеймін деп айтқан жақсы көремін. Тренинг Астанада бола ма дейді, тренингтер Астанада емес, пока Алматыда, бірақ онлайн, офлайн ғой. Әңгімеңіз керемет, бәрін келсем, бәріне совет беремін. Рахмет жаным. Зачем вам фильтр? Прикольно, мне нравится. Я люблю вообще использовать те вещи, весь функционал, который есть. Один из таких вещей, вот фильтр, очень круто, вот можно вот так убрать. Так, екінші ол кітабымызды қайдан алуға болады? Руми мәдени далада, немесе еркін сызықша болма .kz сайтынан алсаңыздар болады. Медеуге қашан бардыңыз? Кеше бардым. Тренингке қалай жазылам? Тренингке қазір Ардақ ханым жазады. 12 мамырда болады тренингке. Сол жерде күтемін. Негізі сол кезде ойлаймын, мықты әңгіме, мықты контент болады. Жігіттер тек қана өзіміз отырамыз. Бар білген опытымызбен араласамыз. Анақтағы энергетиканы мен сезініп тұрмын, қалай болатын. Сондықтан келіңіздер, сол кезде біраз ашылып сөйлесеміз. Так, ақша деген не үшін? Ақша деген инструмент. Свободаға, бостандыққа деген инструмент болды ештен кемес басқа. Біздің молдыққа сүйенуге болады ма, білмеймін. Вроде бы әңгімелер жақсы. Сенетін бұл Құдай емес қой. Сенетін нәрсе дін емес. Істейсің, істемейсің ғой. Қабылдайсың, қабылдамайсың. Бұл ішке байланысты ғой. Қуаныш мырза, жас кәсіпкерлерге бастапқыда өзін шыңдау үшін қандай үш кітап не қыласыз? Хэштег опыт шонбай, мен портфелімде тұр, профильде тұр. Сөйле жазылған, үш емес 5 кітап жазылған.
Какие книги посоветуете для изменения мышления? Я уже только что сказал, там есть хэштег «Опыт Шонбай». Попробуйте, там есть, в принципе. Ресторан стартап екі аптама күніге сабақ па? Ресторан как стартап аптасына 2 рет болады, так, аптасына 3 рет болады, 2 апта. Так. Тренинг өңжен мамыр күні айтты, так, үй алу үшін не істеу керек? Үй алу үшін ақша керек, скорее всего, иә? Ақша табу керек, онда үйді тегін алмайсыз ғой. Так, ассалаумағалейкум, сіздерден алғашында жұмыс және Так, книгу не планируете на русский язык перевести? На самом деле, вот недавно Игорман написал, наверное, тоже заинтересовался книгой. Вот, там огромная популярность среди казахскоязычной аудитории. И вот я на самом деле я планировал, но я думал чуть позже сделать. Ну вот сейчас уже попросили, чтобы сделали хороший перевод. Там еще как-то редактировать нужно. Я думаю, может быть, в начале, может быть, осени или в конце и середине лета, наверное, планируем выпустить екінші болма на казахском, на русском языке. Ну, таким, адаптация на этот менталитет, на эту аудиторию. Мне вот интересно с русской аудиторией поработать, потому что казахская аудитория, она тоже, так скажем, интересная, но иногда хочется попробовать что-то, так скажем, другое. А русская аудитория для меня вот такая, вот поэтому сейчас планы есть огромные. Попробуем, что будет. Посмотрим. Так. Ресторан бизнес қандай қиындықтар? Персонал, жер табу, ақша, аудитория, продукт, концепт көп қой. Астам қуанышыға, кәсіпкерлікке есте қалған ең қиын қандай проблемаларды бастап кешеміз. Біріншіден проблема деген нәрсе жоқ. Проблема жасайтын біз. Қиын сәттер, қиын ситуациялар болуы мүмкін. Бізді жауабын білмейтін. Бірақ қуанышымызға орай ол жауаптардың бәрін таптық. Сондықтан ешқандай қазір мен үшін көп мәселе жоқ. Ну, негізінде басында болады ғой, жаңағы персоналға байланысты мәселе. Сондықтан проблема жоқ, тек қана ситуация бар. Бола ма қуанышыға, қонаққа шақыруға білмеймін, және қонаққа қазір көп баруға да уақыт болмай жүр. Ақтөбеге тренингке білмеймін, Ақтөбеге барып көрмегенмін. Егер Ақтөбеден жақсы ұйымдастырушылар шықса, біздің шарттарымызды қолдап өз аудиториясын дайындайтын, қуана барамыз. Ақтөбеде мен тренингпен барған емес, Атырауға бардым, Ақтауға бардым. Ақтөбені елдің бәрі мақтайды, барып көрсек болады, егер де істейтін адам болса. Кез келген нәрсе тұрақтылық дейді. Шынымен мен бұл нәрсені қатты мен білмеймін. Смотря, әрине, мысалы үшін жаңалықтар сайтын ашсаңыз тұрақтылық маңызды. Ютубта канал ашсаңыз тұрақтылық маңызды, бірақ тұрақтылықтың артын қуалап сапаны да жоғалтуға болмайды. Сапалы тұрақтылық деп айтайықшы, сонда ғана болады сияқты. Өйткені кейбір кезде уақыт қазір асығып, елдің бәрі тез тұтынуды күтеді ғой, сосын тез бір ширпотреб бір продукттар шығады, вроде бы былай суреті несі бәрі әдемі, бірақ контент, ішкі табиғаты аз болады да, бір көргеннен кейін тастап кетесің. Ал кейбір кезде болады, бір қарайсың, қайтадан қарағың келеді, өйткені ойларды уақыт өте келеді, басқаша түсінесің. Сондықтан тұрақтылық маңызды, бірақ сапалы тұрақтылық деп ойлаймын. Жеке кездесулер жасайсыз ба? Иә, жеке кездесуге байланысты Мердик мырзаға хабарлассаңыздар, болмаса маған личный жазсаңыздар, Мердик мырзаға телефонын беремін. Ол кісі график дайындайды, аптасынан бір рет біз обычно қабылдаймыз, кездесеміз, уақыттан ыңғайлап, сол кезде жасауға болады. Елу үш күндік курсқа қыздар қатысса бола ма дегенде, определенный бір массасы жиналса, бір аудитория ретінде жасауға мен өзім қарсы емеспін. Болады әрине жасауға. Біз бірақ жігіттермен деген себебіміз просто жігіттермен түсінушіміз оңай болғандықтан кейбір нәрселерді айту оңай. Егер қыздар қатысам деп жатса, тіркеліңіздер, беймарал отырып сөйлесеміз. Әйел кісілерге байланысты опытымыз бар. Эксперимент жасағаныңыз әйел кісілердің нәтижелері ер кісілерге қарағанда әлдеқайда жақсы болғанда көрдік. Сондықтан тіркеліңіз. Қазір Ардақхан жазып жатыр ғой мына жерде. Бұл неге тренингке байланысты сізбен отырып сөйлесуге болады, проблема жоқ.
күйеуім бизнес ашу үшін не істей аламын, күйеуіңізді тренингке жіберіңіз 12 мамыр күні онлайн офлайн көрсін, ойлаймын жауабын алады деп ойлаймын. Астанадан тренинг ұйымдастырсақ келесіз ба? Иә, ұйымдастырушылар болса, біз форматында ұйымдастырушылар болса, кез келген қалада, егер біз шарттарымызға келсе, біз беймарал барамыз. Өйткені біз қазір Ақтауға сол форматпен барып келдік. Ақтау бизнес, Ақтау тренинг центр деген орталық шақырды. Өте керемет болды. Пайдаларын да алдық, біз де пайдамызды алдық. Бізді өйткені уақытымызды сатуға жұмсаған жоқ, біз контентке жұмсадық. Сондықтан тренинг өте керемет өтті. Сондықтан егер әр қалада өзінің бір ұйымдастырушы болса, біз қуана-қуана қарсы аламыз, жасауға тырысамыз. Кеше шойын шайнектен шай іштім, дала мейрамханасында керемет. 5-6 жыл бухгалтер болып жүрген адамдар неғып финансовый свобода емес дейді. Қараңыздар, адам өзі қалаған, Роберт Чалдинидің бір сөзі бар, доминант деген басқа бір нәрсе бар да. Демек адамдар қаламаған финансовый свободаны. Қаласа табар еді. Айттым ғой, адамда өзінің бір зона комфорта болады, и адамда өзінің планкасы болады. Планка, ешқашан зона комфортын аспайтын. Айтақ, бұл айлыққа байланысты планка, білімге, профессионализмге байланысты планка. Зона комфорта сәйкес келген кезде тоқтайтып бітті, ешқашан дамымайды. Планка зона комфортадан ешқашан жоғары тұра алмайды. Демек ол кісілерге сол табысы, қазір тауған табысы зона комфорта, и одан планкасы көтерілмеген оңай емес. Сондықтан бұл кішкене курс жасақтан себебіміз сол, планканы қалай өзгертеміз, планка қалай көтеріледі, потолоктан қалай шығамыз, потолоктан қалай шығуға болады деген сияқты. Сосын, так что 12 мамырға тренинг келсеңіздер, көп жауап сөздерден аласыздар. Орыс тілді қалай меңгердіңіз? Практиковать еттім, болды. Біз алыс қаладамыз, ондай қалай болады дейді. Онлайн, офлайн. Айттым ол, мен өзім Таразда жатқан кезде, Асада жатқан кезде көп жерде сол онлайн қарайтын, көп пайдасы тиген маған. Сіздер адамдар көп жерде өзінше шектейді ғой. Мен басқа қалада тұрамын, орыс тілін білмеймін, анаммен сөйлесе алмаймын, Жемилмаз айтпақшы, өзімізді тапит еткенге өзіміз құмармыз да. Басқа қалада тұрсаңыз проблема жоқ, онлайн тіркеліңіз, жасайсыз, қарап отырсыз қазір тренинг, мысалы үшін тікелей эфир. Тура сол сияқты болады. Главное, айттым, желание болса, қалған нәрсенің бәрі ол дело техники. Қазақша спикерлер клубы туралы ақпарат бере аласыз ба? Оны Мейірбек мырза береді, сол кісінің жобасы. Жақсы, рахмет бәлеріңізге. Айтқандай 12 мамырда болатын тренингке сіздерді күтемін. Мүмкіндіктерің болса қатысыңыздар, онлайн, офлайн. Бағасын әдейі төмендеп жасап жатырмыз, көп адам қатысын ұрмасын деп. Өзі 3 сағат болатын тренинг, 3-4 сағат болатын тренинг. Тек қана жігіттер шақырып жатырмыз. Қыздарды да бір бөліп жинау мүмкін, бірақ ол кейін болатын әңгіме. Сондықтан ренжімеңіздер, бұл ешқандай да сіздерді бөліп жару емес, просто жігіттермен арамыз жақын, арамыз кішкене тығыз болғандықтан жігіттерден бастап жатырмыз. Сондықтан рахмет менімен бірге болғандарыңызға. Мен бұл эфирді бітіремін. Сіздерді 12 мамырда күтемін. Пока даладағы шоуды қарап көріңіздер. Тамақты өсіп пісіріп жатыр. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Так, мен көре салайын кейбір комментарийлар. Так, қазір көре салайын. Так. Жасмин апам бәрі шауыпты абден. Жасмин апамды көріп олайын не айтқан.